Біз тиімді жолда қысқа дайындалатын боламыз. Болгар бұрышын қалай қатыруға болады және де қызанақты қысқа қалай сақтаймыз, сол жайында осы видеоны түсіріп жатырмын. Бізге керекті заттар қызанақ, сарымсақ және де болгар бұрышы, укроп, петрушка. Осы ғана заттар керек. Барлығын жуып тазалап алғаннан кейін мінекей болгар бұрышын аласыз. 2 штук сарымсақ, помидорды осылай 4-5 бөлікке бөлесіздер да, енді сыйғанша. Укроп болса қалауларыңызша укроп, петрушканы да қоссаңыздар болады. Ал егер ұнатпасаңыздар, қоспай қойсаңыздар да болады. Енді ол өз еркілеріңіз. Мен осылай барлығын кішкентай бөліктерге бөліп алдым. Мінекей қызанақтың барлығын осы жаңағыдай болгар бұрышының ішіне сыю үшін. Бұл болгар бұрыштарын турап сақтасаңыздар да болады, қыздар. 4 бұрышты солонка, енді өз қалауларыңыз. Мен тек қана бір түрін, осындай түрін ғана жасадым. Бұның ішіндегі заттарды жаңа сорпаға қоссаңыздар да болады. Мен морозилкаға уже қатырып алдым. Мынау қатып тұрғаннан кейін ортасынан ұзынша бөлінбеді. Сондықтан осылай бөлдім 4 бөлікке. Осылай сорпаға салып жіберсеңіздер де болады. Немесе жаңағыдай макарон істеген кезде пайдалана бересіздер. Сосын арнайы пакеттерге салып қатырып қойсаңыздар болады. Қысқа енді дайынбыз да. Екінші, сіздерге қызанақты қалай қатыруға болады, сол жайында видео түсіріп жатырмын. Қызанақ білесіздер, қазір қыс мезгілінде қатты қымбат болады. Сондықтан қазірден осылай қатырып қойсаңыздар өте тиімді жол. Қыздар, осындай пакетті аласыздар да, сіздерге күшті бір лайфхакты көрсетіп жатырмын. Ортасына мінекей көбірек қызанақ сияды. Осыны морозилкаға осылай қатырып аласыздар. Жаңағыдай досканың үстіне қойып, тарелканың үстіне қойып өйтіп қатырмай, осылай пакетке ыңғайлы қылып қатырып алсаңыздар болады. Мен осындай бөліктен 4-5 бөлік шықты мінекей пакетке. Осылай морозилкаға қатырып алдым. Қатқаннан кейін 2-3 сағаттан кейін мен пакеттерге арнайы салып тастадым. Осындай пакетке немесе арнайы пакеттер бар ғой магазинде сатылатын, сондайға салсаңыздар болады. Енді мен үйде осындай пакет болғандықтан осындайға салып қойдым. Бар мен базар деп. Сол видео ұнаған болса тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, комментарий жазып, қыздар, сіздер қалай қатырасыздар қысқа. Одан бөлек алдағы уақытта сіздерге күшті пайдалы видеолар салатын боламын. Тіркелмеген болсаңыз парақшама тіркеліп кетіңіздер.